Барлықтарына сәлем. Бүгін бізде мыйшықтың физиологиясы, яғни орталық жүйке жүйесінің бір бөлімі. Жалпы бізде мыйшықтың орналасуына келейік. Мыйшық бізде мына суретте қарағандай, яғни үлкен ми сыңарлары тұр, яғни бұлар жұп милар. Осы екі үлкен сыңар мидың артқы бөлімінде орналасатын бұл бізде жұп милардың бірі, және де сопақша ми, сопақша мидың артқы бөлімінде орналасқан болып табылады. Және бұл сопақша ми, яғни басқа милармен қалай байланысады дегенге тоқталайық. Яғни оның бізде жоғарғы, ортаңғы, төменгі аяқшалары арқылы бізде басқа милармен байланысатын болып табылады. Және де бізде сопақша осы мыйшықтың, яғни аяқшалары арқылы бізде осы мыйшықтан келетін жаңағы эфференттік импульстер болады ғой, осы импульстер арқылы ми қыртысына, ми қыртысасты ядроларына, ортаңғы миға, қызыл ядроға, сопақша миға арқылы бір-бірін жаңағы жеткізіп отыратын бөлімдердің бірі болып табылады. Және де осы сопақша мида бізде, яғни бір немесе екі жаңағы миллиметр, яғни қыртысты заты болады. Сонымен қатар бізде ақ заты болады. Жалпы бұл осы ақ затында бізде жаңағы ядролары орналасатын болып табылады. Және де осы бізде жаңағы осы импульсті бізде басқа миларға жеткізіп отырады, және де бір-бірін толықтырып отыратын болып табылады. Яғни бізде осы ми қыртысымен бізде мыйшық екеуі бір-бірімен өте жаңағы тығыз байланысқан құрылымдардың бірі болып табылады. Яғни бізде осы мыйшықтың бұл ғана емес қызметі, тағы да қызметтерін айта кететін болсақ, бізде мыйшық адамның еркіне бағынатын, адамның еркіне бағынбайтын қимыл әрекеттерді үйлестіріп, реттеп отыратын болып табылады. Яғни, мысалға, жүріп, адамның денесінің түзі ұстап, нормальный жүруі, нормальный отыруы, өзін басқа ортаның алдында жаңағы дұрыс ұстауы деген сияқты құрылымдардың барлығын осы мыйшық атқаратын болып табылады. Бұның, яғни осы мыйшықтың бұзылысына тоқталайық. Яғни мыйшықтың бұзылысы кезінде, яғни жылдар бойы бұзылатын болса, бұл мыйшық, яғни мыйшықтың жаңағы қимыл әрекеттері бұзыла бастаған кезде, бұның рөлін бізде ми қыртысы жаңағы жасау мүмкін. Соның қызметін жасау мүмкін ми қыртысы. Ал осы мыйшықты түгел, бірақ мыйшық бұзылғанмен ол орында тұра береді. Ал егер мысалы көптеген зерттеулердің нәтижесінде, яғни мыйшықтың функционалды қызметін жаңағы анықтау нәтижесінде, осы мыйшыққа, яғни ғалымдар иттің мыйшығын алып тастаған, немесе жартылай кесіп алып тастаған деген сияқты бізде көптеген тәжірибелер жасаған болып табылады. Иттің мыйшығын алып тастаған кезде, ол жердегі жаңағы жүрулер, теңселу, және де қалай айтса екен, үнемі жаңағы түзу нормально жүру үшін, мысалы иттердің мыйшығы болады, соның барлығы реттеп отыратын бөлімін алып тастаса, сразу құлау, көрсіну, немесе жаңағы астезия, атония деген сияқты жаңағы нелер болады, бұзылулар болады. Яғни бұлшықеттің тонусының төмендеуі, бұлшықет тонустарының жұмыс жасамай қалуы сияқты көптеген жаңағы бұзылыстар болады. Ал бізде ғалымдар осы иттің мыйшығының жартысын кесіп алып тастаған кезде, осы жаңағы итте мысалға бізде осы мыйшықтың, яғни белгілі бір бұлшықеттерге әсер етеді, яғни өзінің белгілі сегменттері болады. Сол сегменттерді жаңағы тонустарын, бұлшықеттерін реттеп отыратын болып табылады. Осы жартысын кесіп алып тастаған кезде, сол жартысының жаңағы қызметі дұрыс болып тұрады да, ал жаңағы алып тастаған мидың қызметі жағындағы бұлшықеттер, немесе мысалы менің мыйшығымның бірін алып тастаса, менің либо қолым дұрыс жасамай қалады, немесе бір аяғым дұрыс жасамай қалады деген сияқты, яғни жарты бөлігім жаңағы несіз қалады, қимылдарын үйлестіре алмай қалады. Сол сияқты иттерде де мысалға иттің жаңағы бір мыйшығын алып тастады, алып тастаған жаққа қарай бұрылып құлай беретін болады. Өйткені бір жағы дұрыс жасап тұр, екінші жағы дұрыс жасамайды да, сразу мына жағын дұрыс жасайын десе, мыйшығы жоқ, сонымен былай қарай жаңағы майысып құлайтын болады.
және де жаңағы адам, мысалға адамда, яғни адамға оралайық, адам организмінде адамдағы миышық бұзылатын болса, мысалға мен сіздерге қазір тез ойымды дұрыс жеткізіп айтып тұрмын, иә. Ал миышығы зақымдалған адамдарда көбінесе ойын дұрыс қатты жеткізе алмайды, кейде баяу, кейде өте тез сөйлеп кету жаңағы нелері байқала бастайды. Сонымен қатар осы жаңағы адамдардың жаңағы миышығы зақымдалған адамдарда жаңағы мас адамдар сияқты былай теңселіп жүріп келетін болып табылады. Осы тағы да ғалымдар жаңағы зерттеу жүргізген ғой. Осы миышыққа жаңағы электрлар тигізген кезде көптеген жаңағы процестерді байқайды, қай кезде не жұмыс жасайды деген сияқты. Сол кезде бізде жаңағы кейде сөл бөлу процестеріне де қатысқан, ішектердің жиырылуы, бұлшықеттердің жиырылуы деген сияқты жаңағы процестерді байқап отырған болады.